Ардақты ағайын, ұлттық спорт жанашырлары, бүгін жиналып отқан себебіміз мынау көкпар топ 5 парақшасының ұйымдастыруымен өткен биылғы жылы 4-ші жыл ұйымдастырылып жатыр. 2024-2025 жылғы жаппай көкпардан үздік аттарды номинациялау. Бұл жарысқа жалпы 256 ат қатысқан бүкіл республика көлемінде. Сол 256 аттың ішінен осында 5 орынға топ-5 инстаграмының парақшасының арнайы мақтау қағазымен марапатталады. Осыны табыстауға рұқсат етіңіздер. Алла қаласа бола берсін. Палуан жоқ 5-ші орын 250 аты 6 аттың ішінен Алла қаласа бола берсін. Тәңір берген Рахым көкеміздің тұлпары ат кеме. Дәуренген Рахым көкеміз келе алмай қалды, орнына мұны баласы Дәурен бауырымыз бола берсін. Тұлпары лидер есімді тұлпармен 5-ші орынмен марапатталып жатыр. Дархан бауырымыз келе алмай қалды, оның орнына інісі келіп жатыр. Дәурен бауырымыз келіп жатыр. Бола берсін. Аттарын салымды бола берсін. Бұдан да биіктерден пары әмем қара 5-ші орын, 2 қатарынан 5-ші орын алып жатыр. Бәрекет. Биік торы тұлпар марапатталады. Арифулла бауырымыз арнайы саяқ-сарай ақшай келіп жатыр. Әреке мұны бола берсін. Асылысы жоқ. Еле омар көкеміздің тұлпарын. Мұхан бауырымыз келіп жатыр. 3-ші орынмен марапатталып жатыр. Бола берсін. Бола болған азамат Жетісу Қанат мырзаның тұлпары Халиф есімді тұлпарға табысталады. Жетісу Қанат бауыры. Шайқыбастан Бөгейұлы көкеміздің тұлпары 1-ші орын Спартак есімді тұлпар марапатталады. Биылғы жылы 2-ші рет жеңіп алып жатыр көкеміздің тұлпары. Жаңа көкем айтып жатыр ғой, ендігісін қатыспай-ақ қояйын, басқа шөптарасын деп жатыр. Мына құтты бола берсін көке. Бұны арнайы былтырда осы көкеме табысталған. Тура осында мынау кубок Шайхан Қажы көкеміздің тұлпары Спартак 2024-2025 бола берсін. Енді осындай іс-шараны өткеріп жатқан топ 5 парақшасының егесі Бекбол баламыз. Рахмет, жаста болса осындай керемет іс-шара